Саламатсыздар ма? Цезарь салатын дайындаймыз. Алдымен жұмысымыз тауықтан бастаймыз. Осындай бір тауықтың төсін алып, сыртын барлығын кесіп алып тастадым, және пышақпен осындай араларын ашып кесіп аламыз. Үстінен сарымсақ, тұз, тауыққа арналған дәмдеуіш, паприка және кензаны салып, осындай дәл видеодағыдай етіп, араларын ашып кіргізіп уқалаймыз. Қақпағын жауып 1 сағатқа маринадтап алып қоямыз. Багет нанын өзімізге ыңғайлы керекті формада етіп турап аламыз. Үлкендеу ыдысқа салып, басқа ыдысымызға аздаған майымызды құйып, үстіне сарымсағымызды саламыз. Чесночный приправаны алдымен нанның үстіне салып аламыз. Кейіннен үстіне май мен чеснок араласқан сұйықтығымызды құямыз. Араластырып жіберіп, листің үстіне пергамент қағазын төсейміз де, үстінен осындай нандарымызды салып шығып, 180 градуста менде 15 минутте дайын болып пісті. Мінекей, қытырлықтарымыз дайын. Дәл осы листің үстіне тауығымызды қойып, 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз, 200 градуста. Айсберг салатыны жуып кептіріп аламыз, және осындай қолмен кәдімгідей жұлып саламыз. Сіздер қаласаңыздар, кәдімгідей тарелкаға сырау салатыңызды жейсаңыздар болады, бірақ маған осындай үлкендеу ыдысқа салып, бір араластырып, кейіннен тарелкаға жиған ыңғайлы. Кіші көлемдегі қызанақтарымды істеттім, және салатымыздың үстіне саламыз. Жұмыртқаны осылай кішілеу етіп турап алдым. Кептірілген нанымызды саламыз, және суыған кәдімгідей уже піскен тауықтың төсіні өзімізге керекті көлемде етіп турап аламыз. Масалықтарымыздың үстіне саламыз. Және бөлек бір ыдысқа аздаған тауықтың төсі, қытырлақ нанымызды, қызанақ және жұмыртқамызды оформлениясына алып қаламыз. Туралған масалықтарымыз үстіне дайын цезарьге арналған соусымызды құйдым. Менде тура 1,5 пачка кетті. Мінекей дайын кезі бізде салатымызды араластырып алдық. Енді осы салатымыз тарелкаға салып, үстіне оформленияға алып қойған масалықтарымыздың қағанын қойып шығамыз. Тарелкаға салып алдық әдемілеп, үстінен енді қалған сырымызды үкіштен өткізіп аламыз. Салатымыз дайын, дәмі өте керемет және витаминге мол салат болды деп ойлаймын. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Диана. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеом сіздерге пайдалы болып және ұнап жатса, лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.